Біз бүгін CSS түстер жайлы айтатын боламыз. Бастамас бұрын каналға подписаться деген батырманы басып жазылайық. Сонымен CSS түстерін бастамас бұрын біз өзіміз кішкентай кезде бәріміз акварель, гуашь деген сияқты сурет салу үшін әртүрлі түстерді қолдандық. Сол кезде байқаған боларсыздар, мысалы қызыл мен сарыны қосатын болсақ, ол оранжевый түс шығады. Сары мен көкті қосқанда жасыл шығатын, және көк пен қызылды қосқан кезде бізде мындай фиолетовый түс шығатын. Енді бұл өмірден, яғни түстерді араластырғанда неше түрлі басқа да түстер шығатыны түсінікті. Ал енді біздің мына көріп тұрған экрандарымыз қалай жасалады? Мына біздің бүкіл девайстарымыз, құрылғыларымыздың экрандарын үлкейтіп қаратын болсақ, бір пиксель ол жай ғана бір нүкте емес, оның ішінде үш түрлі жарық болады. Ол қызыл, жасыл және көк. Яғни осы үш түс арқылы бізге бүкіл түстерді беріп отыр. Біздің көзімізге оларды араластырған кезде басқа да түстер көрінеді. Мысалы, тура 100% қызыл мен 100% жасылды қосатын болсақ, сары 100% жасыл мен көк болса, мынандай ашық көк шығады, және мынандай ашық фиолетовый шығады екен, қызыл мен көкті қосатын болсақ. Неге 100% дедім? Себебі мына біздің бір пиксельде орналасқан осындай үш түстің қанықтығын өзінің соны өзгерту арқылы түстерді, бізге көрінетін түстерді өзгерте аламыз. Мысал жасап көрейік. Мына жақта біз үшеуін де қосатын болсақ не болады? Үшеуін 100% қылдық. Үшеуін 100% қылғанда бізде міне ақ түс шықты. Көкті алып тастасам, міне сары түс шықты. Жаңағыдай айтқандай, жасыл мен қызыл қосқан кезде сары түс шықты. Енді жасылды алып тастайық, бұл кезде уже фиолетовый шығады. Қызылды алып тастасақ, міне ашық көк түсті. Енді аздап қызылды көбейтейік. Міне көріп тұрсыздар, түс өзгеріп жатыр. Енді жасылды азайтып көрейік. Бізде кішкене фиолетовый түс шықты. Көкті азайтып көрейік. Қоңыр күрең сондай бір түс шықты. Тура қоңыр жасау үшін не істеу керек екен? Көрейік, қызылды азайтып көрейік. Бізде егер бәрін азайтып тастасақ не болады? Бәрінде ешқандай жарық болмаса, түсінікті, ол қара болатын. Аздап көкті көбейтеміз. Қара көктен ашық көкке қарай барады деген сияқты. Осыларды өзгерту арқылы біз әртүрлі түстер аламыз. Мына Double True Schools-тағы сілтемені осы описанияға жазып қоямын. Өздеріңіз кіріп, осымен ойнап дейінші, әртүрлі түстерді алу арқылы көруге болады. Енді қараңыздар. Мына жақта сандар көріп тұрсыздар. Егер соңынан апарып тұрсам 255 екен. Ал енді RGB деген, Red, Green, Blue дегеннен қысқарған. RGB деген бізде енді осыны CSS-ке жазу керек қой. Ол код қылып жазу үшін біз жаңағы RGB дегенді қолданамыз. Жазып көрейік. Мысалы, RGB біз бір түс жазып көрейік та. Міне, біз мынандай ашық көк алдық. Кішкене фиолетовый істеп жіберейік. Жасыл азайтайық. Міне, біз мынандай фиолетовый түс алдық. 193 қызыл, жасыл 39 және көк ол 255. 193 бірмен жазып шығамыз. RGB деп 39 және 255. Көк толық 255-ті алып тұр. Сақтаймыз. Мен бұл жерде кодта бір ғана H1 қостым. H1-ге title және түс бердім. Басқа ешқандай менде артық код жоқ. Енді осы жасағанымды алсам, міне біздің жаңағы фиолетовый өзіміз жасап шыққан түс пайда болды. Бұны басқаша жазудың әдісі де бар. Ол hex деп аталады. Hexadecimal деп аталады. Мысалы, мына жақта әртүрлі түстердің аттары жазып тұр, және оның hex мәндері тұр. Міне, мына жерде де бар. Мына жерде қасында RGB, қасында hex тұр. Мысалы, давайте мына жақта да дайын тұр бізде. Біздің жасаған түстің hexтегі мәні.
Оны алып тастап, біз RGB-ның орнына hex жазамыз. Қараңыздар, бұл жерде 6 сан, 6 символ тұр, және оның алдына мынандай решетка қою керек бізге. Решетка қойған кезде, тор көзді қойған кезде, ол жұмыс істейтін болады. Міне, жаңартам, менде түс өзгерген жоқ. Енді қарайық, мына үлкен кіші әріптерді бас әріпке айландырсақ, түс өзгере ме екен? Өзгерттік бас әріпке, бірақ бізде ол түс өзгерген жоқ. Hex деген жалпы, айтып кетейін, hexadecimal деген санның 16-лық жүйесі. Біз бәріміз қолданатын, бәріміз білетін ол 10-лық жүйе. 1-ден бастап, 0-ден бастап 9-ға дейін 10-лық жүйе. Ал компьютер қолданатын 0 мен 1-лер ол 2-лік жүйелер. Себебі бұл жерде 2 сан бар, мына жерде 10 сан бар, 0-ден 9-ға дейін. Бұл жақта 0 мен 1 ғана бар. Ал hexadecimalда 16 сан бар. Ол 16 санның 10-ы, мысалы 0-ден бастап 9-ға дейін, қалған 6-ы ол A-дан бастап F-ке дейін. Енді былай істейік, мына түсті біз өзгерткіміз келеді, бірақ біз өзімізге керек түстің біз кодын білмейміз. Ол үшін не істеу керек? Браузердің күшті бір мүмкіндігі бар. Мысалы, мына жақта біз сол керек элементті аламыз да, мына жақта қарасақ, біздің код жазылып тұр, color, RGB және оның мәні. Енді мына түс тұрған жерге бассақ, бізде color picker пайда болады. Осы жерде біз мына түсті өзгертсек болады. Міне бізде қара жасыл істеуге болады, немесе мынандай пикер бар. Мына жақтан кез келген түсті алып қоя салуға болады. Мына жақта тұрған YouTube-ның қызыл түсін ала салайық. YouTube-ның қызыл түсі осылай болды. Енді мен қазір мына бетті жаңартып жіберсем, мен түсті жоғалтып аламын. Сондықтан мынаны көшіріп алуым керек. Көшіріп мына жаққа салам. Және сақтаймын. Жаңартам, менде ештеңе өзгерген жоқ. Менде мына код сақталды. Өстіп, біз өзімізге керек түсті келтіріп алуға болады. Ал енді RGB бойынша ғана емес, бізде hex екеуі басты біздің қолданатын кодтар, бірақ одан да басқа HSL деген бар, HWB деген бар, SMYK деген бар. Осылар арқылы encode бар, осылар арқылы түстерді жазуға болады. Мысалы, мына жақта бір түс жаздық RGB бойынша, қалғандары тура сол түсті өзінің кодында жазып шықты. HSL деген не ол? Сәл ақырындап өтіп шығайық не екен. Бұл да жаңағыдай әртүрлі варианттардың түстерінің комбинациясы арқылы басқа түстерді алу. Бұл жерде енді бір түсті өзгертеді енді. Hue деген ол бұларды қазақша аударсақ реңк дейді, қанықтығы дейді, saturation, және lightness деген негізі жарықтығы. Сәл қате аударды мына жерде. Орысша айтатын болсақ, ол реңк ол оттенок, және насыщенность деген ол қанықтығы. Осы үшеуінің мағынасын өзгерту арқылы әртүрлі түстер алуға болады. HWB деген не ол? Hue, whiteness, blackness дейді. Бұл жерде де hue деген жаңа реңк болды. Реңк және ақ және қара. Осыларды араластыру арқылы әртүрлі түстер аламыз. Және соңғылардың бірі ол SMYK. Бұл жерде де сиан деген түс, ашық көк, magenta дейді, ол фиолетовый сияқты түс, және сары мен қара осы төртеуін араластыру арқылы жаңа түстер алады. Енді RGB-ның тағы бір мүмкіндігін айтайын. Мысалы, RGB-A деп қосып жіберіп, мына жаққа тағы бір сан қойсақ, мысалы 1 қойайық. 1 емес, 0,5 қойайық. Жаңартам, мен мына жақтағы түсім, байқасаңыздар, өшкін болып қалды. Мынаны өзгертем. Мысалы 1 емес,
жарайды 1 қойсақ, ол тура жаңағы басындағы қызыл түс болды. Ал енді 0,2 қойсам, ол қатты өшкін болып қалды. 0,5 қойсам орташа, және 0,9 қойсам, ол 1-ге жақын. Жалпы ол прозрачность негізі, бұл соңғы атрибут, соңғы мәні. Бұл прозрачность 0-ден 1-нің аралығында мәнге ие. 0 қойсаңыздар, қазір көрейік, дым көрінбей қалады. Ол прозрачность өте қатты прозрачный. 0,05 десеңіздер де онша қатты көрінбейді. Негізі бірақ текстің өзі бар. Сонымен біз CSS түстерін жайлы өттік. Ұнаса лайк басамыз, сұрақтар болса комментарий жазамыз.